Мінекей, мен қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасында тұрмын. Басқармасы бөлімі, мінекей, қараңыздар. РГУ Павлодарское городское управление, тек қана Ресей Федерациясының тілінде жазылып тұр. Так. Я, мінекей, ақпарат. Көріп тұрсыздар қай тілде екенін. Мінекей, тек қана екі жер. Үш, төрт. Так, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ақпараттан. Тек қана төртеуі екі тілді. Тек қана қазақ тілінде ешқандай жоқ. Барлығы тек қана Ресей Федерациясы тілінде. Софьяников, мінекей, білмеймін, 10 жылдан кейін емес шығар басқарып отырғаным. Ол қазақ тілін жолатпайды осылай. Қазақ тілдерді қабылдамайды. Осы 10 шақты жылдың ішінде мен қаншама оның қабылдауына ниеттім, талаптандым, жазылдым, жоқ, ол қабылдамайды. Тек қана орынбасарлардың. Өйткені ол түк ұқпайды. Осындайларды ұстап отырған, мінекей біздің Ысқақов, осындай басшылар. Өте керемет. Мен жаңа кеңседе бір сұрағым бар еді. Кеңсе ашылды да жабылып қалды. Мінекей Софьяников басқарған мекемеде приложение номер 4. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мынау да Ресей Федерациясының тілінде. Мынау да Ресей Федерациясының тілінде. Так, стандарт государственных услуг. Мінекей, мында ақпараттар көріп тұрғандай. 6 стендта 6 ақпарат, барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Осындай масқара бізде.